Ұлы жеңіске жету жолында қару асынып қан майданға аттанған жаугерлермен бірге тыл еңбеккерлері де аянбай тер төкті. Неміс фашист басқыншыларына қарсы шайқаста олардың еңбегі де айрықша бағаланып, ең жоғарғы үкіметтік наградаларға сұнылды. Араларында социалистік еңбек ері атанған аяулы аналарымыз да бар. Біздің түсіру тобымыз Алматы облысының Панфилов ауданында болып, жеңісті жақындатуға үлес қосқан батыр аналармен дидарласып қайтты. Ардақ Айбарлы әңгімелейді. Атымды қамшыдаймен шабам ба деп замандас. Социалистік еңбек ері Адалият Зайнаудинованың жасы 90-ға таяқ балды. Алматы облысының Панфилов ауданында тұратын Кейуана қартайдым деп кейімейді. Қайта өткен күндерді еске алып, жастарға ақылын айтып, осылайша ән салып, көңілді отырғанды жақсы көреді. Адалият апайдың балалық шағы елдегі ағайынға қара жамылдырып, талай шаңырақты ойран еткен 30 жылдарға тап келді. Екі ағасы соғыста қаза тапқанда ол небәрі 11 жас деді. Соғыс о жақта қиыншылық болса, бұл жақта елдерге қиыншылық болды. Көк бейдені қорып жеп, елдер ісіп, қиыншылықты көріп, бала шағасыдан арылып, өлгені өліп, тырығағаны тырығалып, сондай ауыр күндерді көрдік. Сол күндерді жеңдік балалар. 1945 жылы ұлы жеңісті атап өткеннен кейінгі күндерде оңай болмады. Шаруашылықты өркендетіп, соғыстың зардабынан әбден қажып, қалжыраған елді көтеру үшін қой қырқып, сауыншы болып, жүгері алқаптарында звеношы болды. Ал социалистік еңбек ері Күләш Айтжанованың омырауында 32 жасында алтын жұлдыз жарқырады. Ол да Адалият Зайнаудиновамен бірге иық тіресе еңбек етіп, жастайынан қой қырқып, жүгері өсіруге атсалысқан. Соғыстан кейінгі зілбатпан ауыртпалықты 12-де бір гүл ашылмаған қос мұңлық осылайша елмен бірге еңсере білді. Олай дейтініміз, Күләш апайдың әкесі соғыста қаза тапқан. Қаралы қағаз келген күннен бастап балалықпен мәңгілікке қоштасып, әкемнің атын шығару үшін ересектермен бірге бел жазбай еңбек еттім дейді ол. Айтжанның 40-шы қызы деген атқа мен риза болдым да, әкемнің атын шығардым деп, сол үшін мен мақтанып қой қырықтым. Мен деген азамат 30-40 қой қырықса, мен 70-80-нен қырықтым. Шешем 32 жасында жесір қалып бізді бақты, мен 32 жасымда кеудеме жұлдыз тақтым. Күләш апай қазірде қоғамдық жұмыстарға белсенді араласып жүр. Үй шаруашылығымен айналысып, немерелерін бағып-қағып отырған жайы бар. Менің тілерім мынау бейбіт заманның балалары соғыстың не екенін білмей өсті дейді Кейуана. Ардақ Айбарлы, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Алматы облысынан.